Біздің жұмсақ көршегіміз дайын болды. Қазір бөліп көрсетемін. Жұмсақ көршек. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бүгін жұмсақ көршек пісіреміз. Сол үшін бізге ұн, шекер, айран, жұмыртқа, май керек, сосын содамен разрах етуіміз керек. Алдымен айранымызға майымызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын содамызды саламыз. Осындай ас қасықпен жарты. Сосын разрах етерімізді саламыз. Үстінен шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Мама, кажу. Үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Мама, burada. Болды ма? Араластырып көрейік. Үстінен тағы да ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Alo. Осылай жұмсақ қамыр илейміз міне. Қамырымызды жайып шығамыз. Ana, gigana top. Ana, gigana top. Aktif. Ana top. Tip. Kola. Шилей жоға, шилей қалың қылып жаймаймыз, орташа қылып жаю керек. Mama, tau. Mama, tau. Дәу жайын ба? Sit, yetakna. Енді домалақтап шығамыз. Осылай кесіп алып шығамыз. Енді сарысын жағып шығамыз. Бетін вилканың көмегімен осылай сәндеп шығасыздар. Он 15-20 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз.